Сәлем достар, бұл құпия каналы сіздермен бірге Альфия. Достар, бұл Мариям сүресі Құранда 19-шы сүре болып жазылған. Бұл Мариям сүресінің қасиеті, егерде кім осы сүрені, Мариям сүресін 40 рет оқитын болса, бір кезекте 40 рет оқитын болса, онда Алла тағала мұны барлық қажеттіліктерін орындайды. Нужда дейміз ғой, барлық мұқтаждығын орындап, оған қалай айтсам болады, жақсы өмір сыйлайды, жақсы благосостояние дейді ғой, байлық, береке береді. Бұл сүрені 40 рет оқу керек, тек қана бір кезек. Күнде оқымайсыз. Осы Мариям сүресінің қасиеті осындай. Егер қателеріңізге жарап оқыларыңыз келсе, бұл Мариям сүресін 40 рет оқып, өзіңіздің жағдайыңыз жақсарсын десеңіз, оқысаңыз болады достар. Барлық мұқтаж қажеттіліктеріңіз орындалады. Сәттілік.